Оқушылар, біз гироскопиялық датчикті пайдаланып, роботты 90 градусқа бұрылатын программа құрып көрейік. Ол үшін старт блогына моторды тәуелсіз басқару блогын орнатамыз. Орнатқаннан кейін қосу режимін басамыз. Сол жақ мотордың қуатын 40-қа және оң жақ мотордың қуатын 0-ге өзгертеміз. Осылай жасағаннан кейін моторды тәуелсіз басқару блогына күту блогын жалғаймыз. Күту блогын жалғағаннан кейін датчиктерден мәліметтерді алу үшін оның режимін ауыстырамыз. Яғни біз гироскопиялық датчик өзгерту, соның ішінде бұрышты таңдаймыз. Таңдағаннан кейін бағытты 0-ге және бұрышын 90 градусқа өзгертеміз. Осылай жасағаннан кейін күту блогына тағы бір тәуелсіз басқару блогын қосамыз. Қосқаннан кейін өшіру режимін орнатамыз. Осылай нәтижесінде робот 90 градусқа айналған соң тоқтайтын болады.